Арал теңізінің жүрегінде орналасқан тылсым әрі жұмбақ мекен Барса-Келмес аралы. Бұл аралдың атауының өзі үрей туғызады. Барса-Келмес қазақша Барса-Келмес дегенді білдіреді. Оның тарихы да, табиғаты да адамды таңғалдырып көптеген сұрақ туғызады. Бүгін біз сіздерге осы құпиялы аралдың ең қызықты сырларын айтып береміз. Бастайық. Неліктен арал Барса-Келмес деп аталды? Аңыздарға сүйенсек, бір кездері бұл жерге барғандар қайтып оралмаған. Кейбіреулер мұны аралдың қатал табиғатымен байланыстырса, өзгелері бұл жерде тылсым күштердің бар екенін алға тартады. Аңыздардың бірінде аралға барған адамдардың белгісіз күштерге тап болып, жоғалып кеткені айтылады. Бұл оқиғалар тіпті кейбір саяхатшылардың түсініксіз жағдайда жоғалып кеткендігімен расталады. Шын мәнінде мұндағы климаты өте ауыр болған, күндіз аптап ыстық, ал түнде күрт суып кететін. Бұл жағдай адамдардың аман қалуын қиындатқан. Барса-Келмес аралының тағы бір ерекшелігі оның табиғаты. Бұл жер көптеген сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің мекені болған. Бір кездері мұнда жойылып кету қаупі бар құландар еркін жайылып жүрген. Бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша кейде аралдың түкпірінен ешбір жануардың ізі жоқ болып кеткені байқалған. Бұл тылсым құбылыстарды кейбіреулер басқа дүниелердің араласуымен байланыстырады. Арал теңізінің тартылуымен бірге аралдың табиғи жағдайы нашарлап, көптеген тіршілік иелері жойылып кетті. Аралға байланысты айтылатын ең қызықты оқиғалардың бірі оның айналасындағы уақыт пен кеңістіктің өзгеруі. Жергілікті тұрғындар арасында аралда уақыт басқаша жүретінін, ал кейбіреулер тіпті жоғалып кеткенін айтады. Бір куәгер аралда жүргенде аяқ астынан ауа райының өзгергенін, айнала тұман басып, бөтен дыбыстар естігенін баяндайды. Түнде көктен жылтылдаған жарықтардың пайда болғаны да жиі айтылады. Бұл жағдайлар ғылым тұрғысынан түсіндірілмеген, бірақ ол туралы түрлі гипотезалар бар. Кейбіреулер мұны магниттік аномалиялармен, ал өзгелері мистикалық күштермен байланыстырады. Сонымен қатар, бір топ балықшылар түнде аралдың маңынан өтіп бара жатып, су бетінде өздігінен қозғалған шамдарға куә болған. Олар бұл шамдар су астынан көтерілгендей көрінгенін айтқан. Ал таңертең сол балықшылардың бірінің қайықта жоғалғаны белгілі болған. Барса-Келмес аралы көптеген зерттеушілерді қызықтырған. Кеңес заманында бұл жерге арнайы ғылыми экспедициялар ұйымдастырылған. Олар аралдың экологиясын, табиғатын және мүмкін болатын тарихи жәдігерлерді зерттеді. Бірақ ғалымдар да аралдың барлық құпияларын аша алған жоқ. Кейбір зерттеушілер мұнда түсініксіз құбылыстарға тап болғанын айтқан. Солардың бірінде зерттеушілердің құралдары кенеттен жұмыс істемей қалғаны, ал экспедиция мүшелері шатасып, бір-бірінен адасып кеткені туралы айтылады. Тағы бір оқиғада зерттеуші топ аралдың ортасына қарай беттегенде, тұман ішінде біртүрлі көлеңкелер көрген. Олар адамдардың немесе жануарлардың сұлбасына ұқсағанымен жақындаған сайын ғайып болған. Аралға байланысты ең қорқынышты аңыздардың бірі жоғалып кеткен адамдар туралы. Жергілікті тұрғындар арасында бұл аралда жоғалған адамдардың рухы қалатыны туралы әңгімелер бар. Бірде балықшылар аралдың маңында көмек сұраған дауыстарды естіген, бірақ ешкімді таппаған. Кейін бұл жерде бұрын жоғалып кеткен адамдардың жүргені туралы болжамдар пайда болған. Тағы бір оқиғада түнде аралдың маңынан өткен кеменің капитаны су бетінде әйелдің сұлбасын көргенін баяндайды. Ол кемеге мінгісі келгендей болып қолын созған, бірақ кеме жақындаған сәтте ғайып болған. Арал теңізінің тартылуынан кейін Барса-Келмес аралы шөлге айналды. Бүгінде бұл аймаққа кіру шектелген, ал аралдың өзі қорық ретінде танылған. Бірақ әлі күнге дейін кейбір авантюристер мен зерттеушілер бұл жерге жасырын түрде баруға тырысады. Олар аралдан түсініксіз дыбыстар естігенін, ал кейбіреулер таңертең өздерін белгісіз жерден тапқанын айтады. Бұл оқиғалар аралдың құпиясын одан сайын арттыра түседі. Барса-Келмес аралы табиғаттың да, тарихтың да үлкен құпиясы. Ол бізге адам мен табиғаттың арасындағы нәзік тепе-теңдіктің қаншалықты маңызды екенін еске салады. Аралдың құпиялары әлі күнге дейін толық ашылған жоқ, бірақ бұл оны одан сайын қызықты етеді. Егер бұл видео сізді таңғалдырса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Және біздің арнаға жазылып, жаңа құпияларды бірге ашайық.